Сәлем достар, бүгінгі кешкі асқа ұн қуырдақ тамағын әзірлеуге кірісіп кеттім. Ең алдымен жаңағы ұнымды илеп, жазып, кептіріп алдым да, содан кейін осылайша бірнеше бөліктерге бөліп, кертіп алдым, кеспелерімді жасап алдым. Содан кейін мен балаларым ұн қуырдақты ұнатпайды, сол себепті оларға жеке жаңағы пельменді түйіп қойдым. Осылайша екеуін әзірлегеннен кейін кастрюляда жаңағы қайнап тұрған тамаққа 1-2 минут пельмендерімді пісіріп алдым. Пельмендерімді алып тастағаннан кейін үстіне осылайша жаңағы кеспелерімді салып ұн қуырдағымды пісіріп алдым. Ұн қуырдағым осылайша жаңағы буда где-то бір 15-20 минуттай қайнайды. Содан кейін кеспелерім толығымен пісіп дайын болады. Өте оңай әрі өте дәмді тамақтардың бірі. Біз ол тамақты үнемі жасаймыз. Менің жолдасым және өзім сүйіп жейтін тамақтарымыздың бірі. Мінекей пельменім дайын болды. Ал біз мына жақта өзіміз ұн қуырдағымызды жеп алдық. Осылайша жолдасым жұмысына кетті. Қалай шықты достар? Мені қолдап, маған тіркеліп келіңіздер.